Қайырлы күн. Бүгін қазақтың ұлттық тағамының бірі наурыз көжені бірге дайындайтын боламыз. Бұл тағамның әртүрлі нұсқалары бар, бірақ мен сіздерге ең дәмді сәтті түрімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Наурыз көжеге 7 түрлі дәнді дақыл қосылады. Ең бірінші кезекте осындай қазы, менде сүрленбеген түрі. Мен аз ғана адамға арнап жасадым. Сіздер құрамындағы заттарды еселеп, көбейтіп жасасаңыздар болады. Одан соң міндетті түрде мен жүгері, арпа, бидай және тарыны міндетті түрде қосамын. Бұл тағамға ерекше дәм береді. Одан соң қалауларыңызға қарай ноқат, күріш, бұршақ қоссаңыздар болады. Қазы мен етімізді қазанға суға салып қайнатамыз. Көбігі шыққан соң міндетті түрде тазалап аламыз. Ежелден бері қазақ ата-бабаларымыз пайдаланылған, тұтынылған ең негізгі осы 4 дәнді дақыл. Сондықтан мен міндетті түрде қосамын. Наурыз көженің ең негізгі құпиясы да деп айтсам болады. Барлық дәнді дақылды жуып тазалап аламыз. Көбігінен тазалаған соң ұзақ пісетін ноқат, сұлы, бидай, жүгерімізді салып қайнатамыз. Осылай қайнаған соң бірден салатын болсаңыздар, етпен бірге жұмсақ болып пісетін болады. Мен бөлек ыдысқа қайнатпай, осылай етпен бірге қайнатып пісіремін. Сонда дәнді дақылдардың дәмі мен құрамындағы маңызы осы сорпаға сіңетін болады. Сорпамыз қаншалықты көп қайнаса, соншалықты ағзамызға пайдалы әрі дәмді болып шығады. Енді осы аралықта құртымызды суға салып, жібітіп, езіп аламыз. Мен қайнаған су, ыстық су құйып, осылай езіп алдым. Сіздер 3-4 сағатқа қайнаған су құйып, салып, жібітіп қойсаңыздар да болады. Егер құрт болмаса, айран пайдалансаңыздар да болады. Құртымыз дайын болды. Менде наурыз көже 3 сағаттай қайнады. Қараңыздар, барлық дәнді дақылдары жарылып, толығымен піскен. Енді тез пісетін тары, күріш, бұршағымызды салып, жарты сағатқа баяу отта пісіріп аламыз. Байқағандарыңыздай, құрамына ешқандай артық дәмдеуіштер мен картоп, пияз, сәбіз сияқты қоспаларды қоспаймын. Себебі наурыз көженің өзіне тән ерекше дәмі осы қосылатын қазда және 7 түрлі дәнді дақылда. Наурыз көжеміз жарты сағат қайнады. Ішіндегі дәндер толығымен пісіп шықты. Наурыз көжеміз дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіз болады. Қалауыңыз бойынша осылай жібітілген құрт немесе айран қосып ұсына берсеңіз болады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Ұнаса пікір қалдырып, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да рецепттерімді менің каналымнан таба аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.
Қайырлы күн. Бүгін сіздерге мантының құпия жасалу жолымен бөлісемін. Дәл осы рецепт бойынша мантыларыңыз езілмей, қамыры жыртылмай, еті сочный болып, дана-дана болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Менің басқа да рецепттерімді каналымнан таба аласыздар. Алдымен жылы суға тұз, жұмыртқамызды салып, жақсылап қолмен араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды салып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр келетін боламыз. Менде жоғарғы сұрыпты ұн. Осы рецепт бойынша 2 қасқа манты шығады. Толық құрамы төменде описание бөлімінде жазылған. Қамырымызды енді 15-20 минутқа бетін жауып, тындыруға қоятын боламыз. 20 минуттан соң қамырымызды алып, қайтара илеп, 2-ге бөліп, қайта тындыруға қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Енді осы орайда мантының сочный әрі дәмді болып шығатын құпиясын сіздерге бөліспекпін. Міндетті түрде толық аяғына дейін қараңыздар. Мантымызға қаншалықты пиязымызды көп қосатын болсақ, соншалықты мантымыз дәмді әрі сулы болып шығады. Дәл осы видеодағыдай пиязымызды майдалап турап аламыз. Менде сиыр етінен фарш. Мантының ең негізгі құпиясы осы пияздың көп қосылуы мен құйрық май қосылуында. Осы құйрық майымызды қажетті мөлшерде дәл осы видеодағыдай майдалап турап қосатын боламыз. Енді дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосып араластырамыз. Туралған пияз бен құйрығымыздың өзін қатты қысып, қолмен қысып тұрып, видеодағыдай езіп суын шығарып аламыз. Судан соң барып фаршпен бірге жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, мантыларыңыз сулы, өте дәмді болып шығады. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Дәл осы видеодағыдай қамырларыңызды жайсаңыздар, жыртылмай, дана-дана болып, езілмей пісетін болады.
Салмасын осылай қажетті мөлшерде өздеріңіздің қалауларыңызға қарай салып шығасыздар. Мантының түю жолдары өте көп. Мен осылай жасадым. Мантыларымыз осылай әдемі болып шығады. Алдын ала суымыз қайнап тұру қажет. Мантымызды 45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мантыларымызды осылай орналастырған соң үстіне сұйық май жағуды ұмытпаңыз. Сол кезде бір-біріне жабыспай, езілмей пісетін болады. Біздің мантыларымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса астына пікір қалдыра кетіңіз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Менің басқа да рецепттерімді каналымнан таба аласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ас болсын. Қайырлы күн. Бүгін сіздерге авторлық рецептім құрамына тары қосылатын нағыз дастархан сәні осы бауырсақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Үлпілдек жұмсақ ауызда ереді. Ерекше тәсілмен жасалады. Осы рецептпен жасап, той жиындарға, дүкендерге жасасаңыздар да болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Менің басқа да түрлі тағамдарымның рецептісін каналымнан көре аласыздар. Алдымен ыдысымызға жылы қолдың қаймақты сүтін құямыз. Одан соң аштығымызды саламыз. Шекерімізді салып, жақсылап біркелкі сұйық масса болуынша араластырып аламыз. Одан соң біраз қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Жылы суымызды құямыз. Менде сиыр сүтінің піскен бетіндегі таза қаймағы. Сіздер дүкеннің қаймағын қоссаңыздар да болады. Одан соң майонез қосамыз. Майонез тестаның көтерілуіне, жұмсақ болуына, үлпілдеп тұруына өте күшті әсерін тигізеді. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Одан соң тары қосамыз. Менде майсөк, яғни оразаға, ауызашарға істеген тарыдан артылған еді. Соны обал болмас үшін осылай бауырсақтың тестасына қосамын. Сіздер құрғақ тарыны жақсылап жуып қоссаңыздар болады. Одан соң іртігі қалмағанша, біркелкі масса болғанша осылай қолмен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне бір шай қасық разрах етер қосып, жақсылап жұмсақ қамыр болғанша илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді үстіне пищевой пленка жауып, сыртын орап, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз ашып, екесе көтеріліп дайын болды. Енді қамырымызды оқтаумен жайып шығатын боламыз.
шайсаңыздар да болады. Мен басынан осылай қолмен шайып шығамын, ыңғайлы болу үшін. Одан соң оқтаумен тегістеп шығатын боламын. Видеода көрсетілгендей бокалмен осылай домалақ пішінге келтіріп кесіп аламын. Сіздер үйлеріңізде бар затпен кез келген пішінді жасасаңыздар болады. Осылай домалақ формамен жасасаңыздар әдемі болады. Формасы да, дастарханға қойғанға да. Осындай қамыр артылып қалды. Мен енді бұл қамырды пиццаға қолданатын боламын. Бұл қамырдан 1 штук пицца шығады. Енді қызып тұрған табамызға қажетті мөлшерде сұйық майымызды құйып, бауырсақтарымызды шетіне салып пісіріп алатын боламыз. Майымызды қатты қыздырмай, түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер, бір жасағаннан сәтті шығады. Тойға, қонаққа, ауызашарға осы рецепт бойынша жасасаңыздар, қонақтарыңыз ерекше сүйсініп жейтін болады. Әрі өзгеше дәм, ерекше рецепт, ерекше дәмді, өзгеше тағамдардың рецептісін менің каналымда көре аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бауырсақтарымыз осылай пісіп шықты. Міндетті түрде жасап, пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын. Қайырлы күн.
бүгін сіздерге құрамы ерекше піскен сұлы ботқасынан жасалатын дәмі керемет пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. 10 минутта тез ғана жасалады, қарапайым ғана ингредиенттен тұрады. Менің басқа да рецепттерімді көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп, ұнаса пікір қалдырып, лайк баса кетіңіз және достарыма бөлісуді ұмытпаңыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстіне шекер қосып, жақсылап видеодағыдай араластырып аламыз. Одан соң сұлы ботқасын қосатын боламыз. Менде таза қолдың үстіне пісірілген. Қаласаңыз жарма ұнтағынан ботқа жасасаңыздар да болады. Екеуінде де аса бір айырмашылық болмайды. Балаларыма жасаған ботқадан осылай артылып қалса, мен үнемі үйге осындай дәмді пирог жасап беремін. Иісі де өте керемет. Бүкіл үйді алып кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмсақ, биік, керемет болып шығады. Бір жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Толық араласқан соң үстіне сұйық май қосып, бір келкі массаға келтіріп аламыз. Одан соң разрыхитель салып, жақсылап шиыршық қалдырмай араластырамыз. Мен пирогқа ерекше дәм беру үшін осындай мейіз қостым. Сіздер қалауларыңызға қарай жаңға қоссаңыздар да болады. Тестамыз дайын болған соң табамызды осылай майлап аламыз. Осы аралықта пештеріңізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қойсаңыздар болады. Одан соң ұн сеуіп шықтым. Ұн сепсеңіздер пирогтарыңыз жабыспай табадан оңай алынатын болады. Тестамызды формаға салып 180 градуста 30-40 минутқа пісіріп алатын боламыз.
Біздің пирогымыз пісіп шықты. Биік болып көтерілген, арасы толықтай піскен, жұмсақ үгетіліп тұрады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Ұнаса пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп, каналыма тіркеліп алыңыз. Қайырлы күн. Бүгін сіздерге асыққанда жылдам дайын болатын, әрі тез 20 минуттың ішінде пісетін гнездо тағамының жасалу жолымен бөлісемін. Ерекше тойымды тағамды қонағыңызға да ұсынсаңыз болады. Менің түрлі рецептерімді каналымнан таба аласыздар. Ол үшін каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен пиязымызды майдалап турап аламыз. Құрамындағы заттар төменде описание бөлімінде жазылған. Мен бұл тағамды 3 адамға арнап жасадым. Сіздер құрамындағы заттарды еселеп жасасаңыздар болады. Одан соң сәбізімізді чөлкадан өткізіп аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, қыздырып, пиязымызды салып, қызартып, қуырып аламыз. Пиязымыздың үстіне сәбізімізді салып, 5 минут қуырып, үстіне қайнаған немесе жылы су құйып, тұлға қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Пиязымызды видеодағыдай майдалап турап аламыз. Қажетті мөлшердегі фаршымызға пиязымызды қосып, үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап қолмен араластырып алатын боламыз. Фаршымызды осындай дөңгелек формадағы қамырымыздың үстіне орташа көлемде фаршымызды домалақтап, бетіне қойып шығамыз. шығамыз.
какаоды дәл гнездо қамырының үстіне құямыз. Сонда қамырымыз қатты болмай, жұмсақ болып піседі. Үстіне кішкене тұз сеуіп шығып, 20-30 минутқа бетін жауып пісіреміз. Біздің ерекше гнездо тағамымыз дайын болды. Дастарханға қалауыңызша сәндеп ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, пікір қалдыра кетіңіз және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сәлем достар, бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын, туған күнге өзіңіз дайындауға болатын оригинал хит торттың бірі Whoopie Pie'дің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, достарыңызға жіберіп қойыңыз. Мені жоғалтып алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдымен жұмыртқаны жарып, үстіне шекер салып, миксермен 2 есе көтерілгенше видеодағыдай араластыратын боламыз. Осындай қоймалжың масса болу керек. Енді қара шоколадымызға 82,5% сары майымызды салып, водяной баняға қойып, ертіп аламыз. Толық ингредиенттер төменде описание бөлімінде жазылған. Еріген шоколадымызды алдыңғы массамызбен біріктіріп, біркелкі болғанша миксермен араластырамыз. Енді ұнымызға какао разрыхитель салып, араластырып, оны сұйық массамызға қосып, біркелкі қоймалжың қамыр болғанша миксермен араластырамыз. Осы аралықта пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазды төселген табамызға салып, домалақ форма келтіріп, тегістеп жайып шығамыз. Мен қағазға алдын ала 24 сантиметрлік домалақ пішін сызып алдым. Қызып тұрған пешке 180 градуста
15-20 минут пісіріп аламыз. Менде 5 корж шықты, сіздер 4-теу шығарсаңыздар да болады. Енді торттың кремін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде креміне қолданатын заттар салқын болу керек. Крем жасар алдын 5-10 минутқа морозильникке мұздатқышқа салып қойыңыздар. Алдымен творожный сырымызға сахарная пудра қосып, біркелкі масса болғанша видеодағыдай миксерлеп араластырып аламыз. Мен творожный сырдан креметті қолдандым. Сливкидің 33 немесе 35%-ін қолдануға кеңес беремін. Егер одан төмен болса, крем шықпай қалуы мүмкін. Одан соң салқын сливкиімізді қойып, біркелкі қою масса шыққанша миксерлейміз. Ескертетін жағдай, көп ұзақ уақыт бойы араластырмаңыздар, себебі крем іріп кетуі мүмкін. Дайын болған кремді жарты сағатқа холодильникке қойып алатын боламыз. Дайын болған кремді бірдей 4 мешокқа 4-5 қасықтан салып бөліп алатын боламыз. Енді тортты жинайтын боламыз. Дәл видеодағыдай мен сияқты жасаңыздар. Мен тортты алдын ала бір күн бұрын жасап, холодильникке 1 суткаға қойып қойдым. Сол кезде коржына кремі сіңіп, влажный болып шықты. Сіздер асығыс болсаңыздар, сүтпен коржына пропитка жасасаңыздар болады. Корждың бетіне кремнен кішкене қалдырып, бетін тегістеп, крем жағып шықтым. Сол кезде бетіне қойған шоколадымыз сіңіп кетпей, тегіс болып тұрады. Енді торттың бетіне ганаш дайындаймыз. Шоколадымызға сары май мен сливкиімізді қосып, водяной баняға қойып, ертіп аламыз. Ыстықтай торттың бетіне қойып, тегістеп, видеодағыдай жағып шығамыз. Енді тортымыздың
бетін әсемдейтін боламыз. Мен үйдегі бар заттармен осылай сәндеп шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Тортымыз дайын болды. Ұнаса пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын. Сәлем достар. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын, дәмі ауыздай келетін, 30 минутта дайын болатын оригинал сметанниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, соңына дейін қараңыздар. Және менің каналымнан түрлі тағамдардың оригинал рецептісін таба аласыздар. Ауызашарға түрлі идеялар бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы 82,5% майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Толық ингредиенттер төменде описание бөлімінде жазылған. Біркелкі араластырылған соң, үстіне разрыхлитель жұмыртқамызды салып, шекерімізді салып, қамыр дайындаймыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ болу керек. Дайын болған қамырымызды оқтаумен орташа қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Жайылған қамырымызды табаға салып, видеодағыдай орналастырамыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Кез келген дүкеннің қаймағына 2 жұмыртқа, шекер, кукурузный крахмал салып, жақсылап біркелкі қоймалжың сұйық масса болғанша араластырамыз.
ыдысымызды тестаның үстіне салып, ақырындап құйып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180 градуста пеште 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Сметанамыз пісіп шықты. Енді әдістейтін боламыз. Қолыңызға қалай осылай ұсынсаңыз да болады. Мен бетіне сахарный пудра сеуіп шықтым. Ескертетін жағдай, суыған соң ғана кесіп ұсынсаңыздар болады. Ұнаса пікір қалдырып, каналыма тіркеліп алыңыз. Қайырлы күн. Бүгін ерекше тіске басар, ағзамызға өте пайдалы, әсіресе өт жолы ауыратын кісілерге таптырмас ем ретінде аш қарынға таңғы уақытқа жесеңіздер, ағзаңызға пайдалы әрі қонақ күткенде тіске басар ретінде ұсынсаңыз керемет идея болмақ. Менің каналымнан басқа да түрлі рецепттерді көре аласыз. Каналыма тіркеліп, достарыңызға бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Алдымен өзімізге қажетті қолдың тұздалмаған свежий құйрығын жақсылап жуып, темір ыдысымызға салып, жарты сағатқа қайнатып аламыз. Сіздер құйрықты бүтіндей немесе бөліктерге бөліп қайнатсаңыздар да болады. Құйрығымыз қайнап шықты. Енді ыстықтай бөліктерге бөліп дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Алдымен құйрығымызды тұздап аламыз. Жақсылап тұздап болған соң, осылай пышақтың ұшымен тесіп шығатын боламыз. Сонда ортасына дәмдеуіштер жақсы сіңетін болады. Енді қызыл және қара бұрышымызды осы видеодағыдай жақсылап біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Одан соң үккіштен өткізілген чеснокты біркелкі етіп, бәріне жағып шығатын боламыз. Соңғы этап осы дәл видеодағыдай паприкаға құйрықтарымызды аунатып қызартып аламыз. Тіске басарымызды 5-6 сағатқа немесе бір түнге холодильникке ыдысқа салып бетін жауып қоямыз. Себебі дәмдеуіштер толығымен сіңуі керек. Біздің тіске басарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.
және достарыңызға бөлісіп қойыңыз. Ас болсын. Қайырлы күн. Бүгін сіздерге балаларыңыз сүйсініп жейтін, өте жұп-жұмсақ, дәмі керемет болып шығатын сосиска в тестенің оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Алдымен жылы суымызға тұз, шекер, ашытқымызды салып, араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Толық құрамы төменде описание бөлімінде жазылған. Дәл осы қамырдан 11 дана сосиска в тесте шығады. Құрамын еселеп жасасаңыздар болады. Қамырымызды толығымен араластырып болған соң, үстіне зәйтүн майын қосамыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша кез келген май қолдансаңыздар болады. Жақсылап, қолға жабыспайтындай етіп теста илейміз. Дайын болған қамырымыздың үстін осылай пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Менде ровно 1 сағат тұрды. Ашыған тестамызды тағы да қайтара бір илеп, 10-15 минутқа демалдыруға, тындыруға қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны бөліктерге бөліп, форма шығаратын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасаңыздар, сонда біркелкі әдем болып шығады. Қамырымызды орағанда қатты тартып, қысып орамаймыз, себебі қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Міндетті түрде шұжықтарымыз оралған қамырдан 1-2 сантиметр шығып тұруы керек, себебі піскен кезде қамырымыз 2 есе көтеріледі. Қамырымыздың формасы өзгеріп, қатты ісініп кетуі мүмкін. Сол себепті бос ораймыз, сол кезде жұмсақ әрі үпілдеп пісетін болады. Сосиска в тестамыз дайын болды. Енді оны табамызға салып, 10-15 минутқа жылы жерге көтерілгенше қойып алатын боламыз. Мен бетін жауып, 20 минутқа тындыруға қойып қойдым. Қараңыздар, қандай әдемі көтерілген. Енді осының үстіне жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып, жағып шықтым. Сүт қосу міндетті емес. Одан соң бетіне күнжіт сеуіп шықтым. Алдын ала қыздырылған пешімізге 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алда түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Қайырлы күн. Бүгін сіздерге ерекше тіске басар дастарханның сәнін келтіретін, қытырлақ, дәмді болып шығатын картошка қосылған конверттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма
Тіркеліп, лайк басып, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, үстінен сұйық май, тұз, шекер, жұмыртқа салып, қолмен жақсылап араластырамыз. Құрамындағы заттар төменде описание бөлімінде жазылған. Біркелкі сұйық масса шыққан соң, үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластырып, 15-20 минутқа тындыруға қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болғанша, картопымызды ашып турап, су құйып, отқа қайнатуға қоямыз. Картоптың сыртын ашып, осылай турап қайнатсаңыздар, таза әрі тез 15-20 минутта пісетін болады. Одан соң пиязды майдалап, турап, қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Қалауыңыз бойынша пияз қоспай, картоппен бірге аскөк салсаңыздар да болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ерекше дәмді болып шығады. Енді салмасын дайындаймыз. Пиязымыз бен картопымызды біріктіріп, жақсылап езіп аламыз. Үстіне дәміне қарай тұз, бұрышын салып, араластырамыз. Енді қамырымызды дөңгелектеп, жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымызды мантының қамыры сияқты бүктеп, төртбұрышты формаға келтіріп, кесіп аламыз. Үстіне бірдей етіп, қажет мөлшерде біраз қасықтан салмамызды салып шығамыз. Сосын дәл осылай видеода көрсетілгендей қатты бір-біріне біріктіріп шығамыз. Егер қамырыңыз түйгенде бір-біріне бірікпей жатса, қамырдың төрт шетін кішкене қолыңызды сулап, су жағып жіберсеңіз, сонда жақсы бірігетін болады. Қызып тұрған майымызға қамырымыздың түйілген жағын майға салып қуырып аламыз. Қатты қызартпай, сары түске енгенде бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Біздің тіске басарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, пікір қалдырыңыз және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Менің басқа да рецепттерімді осы каналдан көре аласыз. Ас болсын!